Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписатың бауырын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. 2 шілдеге арналған ауа райы болжамы. 2026 жылдың 2 шілдесінде Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыс және солтүстік батыста күндізгі температура +18-+28 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстікте ыстық бәсеңдеп, +23-+35 градус болады. Шығыста және оңтүстік шығыста аптап ыстық сақталып, +30-+38 градусқа дейін көтеріледі. Толық әрі аймақтық. Бөліністегі болжам. Солтүстік өңірлер. Құбылмалы ауа райы, жаңбыр, кей жерлерде қатты нөсермен бұршақ күтіледі. Күндіз ауа температурасы +22-+30 градус шамасында болады. Батыс аймақтар. Жаңбыр жауады, жел күшейеді. Күндіз салқындап, температура +18-+28 градус аралығында болады. Оңтүстік өңірлер. Алматы, Шымкент, Қызылорда. Қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ауа температурасы +23-+35 градусқа дейін төмендейді. Шығыс пен оңтүстік шығыс. Ыстық ауа райы әлі де сақталады. Күндіз сынап бағаны +30 градустан +38 градусқа дейін көтеріледі. Қазгидромет. Синоптиктері Астана мен Алматыда 2, 3 және 4 шілдеде ауа райы қандай болатынын болжады, деп хабарлайды Тengrinews КЗ. Астанадағы ауа райы болжамы. 2 шілдеде құбылмалы бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, күн күркірейді. Оңтүстік шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14, күндіз екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +14-+16 градус, күндіз +28-+30 градус жылы болады. 3 шілдеде күн ала бұлтты болады. Кей кездері жаңбыр жауып, күн күркірейді. Күндіз бұршақ жауып, дауыл тұрады. Оңтүстік батыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр, екпіні 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +13-+15 градус, күндіз +24-+26 градус жылы. 4 шілдеде құбылмалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, күн күркірейді. Күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Оңтүстік батыстан соғатын жел солтүстік батысқа ауысады. Жылдамдығы 9-14, екпіні секундына 15-20 метр. Ауа температурасы түнде +13-+15 градус, күндіз +21-+23 градус жылы. Алматыдағы ауа райы болжамы. 2 шілдеде құбылмалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, күн күркірейді. Күндіз нөсер жаңбыр жауып, дауыл тұрады. Оңтүстік батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8, кей уақытта екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +18-+20 градус, күндіз +27-+29 градус жылы. 3 шілдеде құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауады. Кей уақытта нөсерлетіп, күн күркірейді. Батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8, кей уақытта екпіні секундына 15 метр. Ауа температурасы түнде +17-+19 градус, күндіз +23-+25 градус жылы. 4 шілдеде құбылмалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, күн күркірейді. Батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8, кей уақытта екпіні секундына 15 метр. Ауа температурасы түнде +17-+19 градус, күндіз +25-+27 градус жылы. Еске салайық, бұған дейін Алматы тұрғындарына нөсер жаңбыр салдарынан таулы жерлерде сел жүру қаупі сақталып отырғанын ескертілді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.